Баршаларыңызға қайырлы күн, каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі тақырып сұлының пайдасы туралы айтатын боламын. Жалпы менің каналымда сұлының пайдасы туралы видеолар өте көп. Бүгін сіздерге осы түрін көрсететін боламын. Алдында дайын түрін көрсеткен болатын, ал бұны қайнатып дайындайтын боламыз. Бұның да бағасы 400 теңге екен. Бұны 5 рет бөліп қайнатып ішуге болады екен. Осы түрін алып көрсеңіздер де болады. Өте қолжетімді бағада. Енді сіздерге қазір пайдасын қалай ішу керектігін айтып көрсететін боламын. Жалпы сұлы сүті деген өте пайдалы нәрсе. Өзі арзан болғанмен, өзі маржан нәрсе ғой. Алып ішіп көрсеңіздер өкінбейсіздер. Сұлы сау болу дегенді білдіреді. Салауатты тамақтануда баға жетпес өнім. Дәнінің құрамында жасымықтар, ақуыздар, майлар, крахмал, А, С, Е, К, Н және В тобының дәрумендері, микроэлементтер, темір, фосфор, хром, күкірт, магний, мырыш, фтор, марганец, йод, калий, кальций, кремний, сондай-ақ пектиндер, органикалық қышқылдар, флавоноидтер, сапониндер кіреді. Яғни осы сұлының өзіне қаншама арасында қараңыздар витаминдер бар. Сіздерге қалай бар, солай көрсетіп жатырмын. Міндетті түрде ішіңіздер, қандарыңызда көбейеді. Кальций, магний өте пайдалы енді. Бұны енді ешқандай зияны жоқ. Нәтижелерге жету үшін ұзақ уақыт ішу керек. Кімдерге ішуге болады десеңіздер, негізінде зияны жоқ. Барлық адамға ішуге болады. Енді кейбір адамдар операция, басқаша қатты диагноздары бар жандар енді кішкене дәрігермен кеңесіп, аптекадан сұрап ішсеңіздер болады. Кішкентай бөпесі бар жандар, екіқабат келіншектер, әркім енді денсаулықтарыңызға қарап ішіңіздер. Жалпы сұлы сүті ағзаны тазалап, іштегі барлық мусор, шлак, барлық құмтастардың барлығын, бүйрек, асқазан, өт, бауырды тазалап, содан кейін осы витаминдер ағзаңызға сіңетін болады. Бұны нәтижеге жету үшін ұзақ уақыт ішкен дұрыс. Қалай шамаларыңызға қарап, өздеріңіз пайдалануға жеткенше ішіңіздер. Бұны қалай дайындау керек мен сіздерге көрсететін боламын. Міне ішінде осындай болады. Ішінде 500 грамм екен. Осының 100 граммын ыдысқа алып салатын боламыз. Содан кейін жақсылап жуып алу қажет. Содан соң суық су құямыз. 12 сағат бойы тұрғызып қоямыз. Содан кейін барып әлсін отта бетін жабық ыдыста шамамен 30 минут қайнататын боламыз. Бөлме температурасында суытып, сүзіп алып, содан кейін іше бересіздер. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Көбіңіз сұрап жатасыздар, бұл не деп? Міне сұлы деген осындай болады. Міне табиғи өнім, ешқандай арасында дәрі, химикат, ешнәрсе қосылмаған, міне нағыз табиғи өнім. Осыны алып ішіңіздер міндетті түрде. Мына жерде мен 100 грамм салғанмын, тура өлшеп. Енді осыны жақсылап жуып алдым да 2-3 қайтара. Содан кейін сүзіп алдым. Содан кейін міндетті түрде салқын суға салып қоясыздар. Жарты литр су құю керек деп жазылған. Барлығын мөлшермен жазыңыздар. Міне осылай салқын суға салып 12 сағат бойына қойып қоятын боламыз. Бізді аптекада сұлының бірнеше түрі бар, дайын түрлі, әртүрлісі бар, асқабақ қосылғаны және ештеңе қосылмағаны, осындай бүтін түрі бар. Өздеріңіз аптекадан сұрап, өздеріңізге ұнаған түрін алсаңыздар болады. Мен алдында көрсеткен болатындығым, біреуі иммунитет көтереді, біреуі жаңа жүрек қан тамырға, біреуі асқазан бауырға пайдалы. Қазір мен сіздерге міне пайдасын көрсететін боламын. Сұлы жүрек қан тамырларын жүйесін нығайтады, организмнен артық сұйықтықты шығарады, холестериннің деңгейін төмендетеді, жүйке жүйесінің жұмысын жақсартады, иммунитетті арттырады, сондай-ақ сұлы зат алмасуды ынталандырады, қандағы қанттың мөлшерін төмендетуге көмектеседі, қалқанша бездің әрекетіне қолайлы әсер етеді, бұқаттар мен уыттарды шығару, салмақты, асқазан ішек жолы мен несеп шығару жүйесінің жұмысын қалыпқа түсіру үшін тамаша құрал. Қайнатпасы қанды жаңартуға, серотинді бақыт гормонын шығаруға ықпал етеді дейді. Жалпы мына айтып, жазылып тұр, көрсетіп тұр, көрдіңіздер ме, қаншама пайдасы бар. Жүрек қан тамырға, мына организмдегі артық нәрселердің барын шығарады деп тұр. Салмақ тастауға болады. Айтпақшы, айта кететін жайт, салмақ тастау үшін тамақтан алдын ішесіздер. Міне 15-30 минут бұрын ішесіздер, ал салмақ қосқыңыз келсе тамақтан кейін 15-30 минуттан кейін ішесіздер.
жаңа салмақ тастағысы келіп жүрген ханымдар тамақтан кейін ішпеңіздер, бұл өйткені бұл салмақ қосып жіберуі де мүмкін де кейбір жандарға. Көрдіңіздер ме, мына қандағы қанттың мөлшерін төмендетеді. Мына қалқанша без, зоб ауруы, сахарный диабет, неше түрлі асқазан жара ауруларына да неше түрлі ауруларға көмектеседі. Енді бұны тамақтануға дейін 15-30 минут бұрын 100 мг күніне 4-5 рет аз-аздан ұрттап қабылдау қажет. Қолдану алдында шайқаңыз дейді. Тоңазытқышта сақтау шартымен қайнатпаның жарамдылық мерзімі 2 тәулік дейді. Яғни осы қайнатып қойған көбірек қайнататын болсаңыздар, жаңағы отбасыңызда көп адам болса, холодильникке салып 2 күн сақтауға болады екен. Жалпы барлығын осы нұсқаумен дұрыстап ішсеңіздер міндетті түрде нәтиже болады. Күнделікті уақытымен осы қолдануға айтылғандай ішу қажет. Арасын үзіп ішсеңіздер ешқандай пайдасын көрмейсіздер. Жалпы менің каналыма кіріп, осы соло видеоларын көріп, астынан отзывтан комментарийларды оқысаңыздар болады. Көптеген адам ішіп, неше түрлі пайдасын көрген, салмақ тастаған, асқазан, бауырын емдеген, біреу бүйрегін. Енді барлығы шынайы отзывтар. Сондайларды көріп өзінде қуанып қаламын. Бізде отбасымызбен ішеміз. Менде неше түрлісін алып, осылай ішемін. Жалпы сіздерге барлық пайдасын айттым. Өздеріңізде тағы интернеттен қарап, менің жаңа видеоларымды көріп, тағы зерттеп көрсеңіздер болады. Міндетті түрде ішіп көріңіздер. Менің видеоларыма лайк басып, комментарий қалып, өздеріңіздің шынайы отзывтарыңызды қалдырып кетіңіздер ішкен жандар. Және де өздеріңіздің жақындарыңызға, ата-ана, бауырларыңызға, құрбыларыңызға, достарыңызға міндетті түрде жіберіп қойыңыздар. Ол кісілер де пайдаланып, ішіп көрсін. Негізінде пайдасы білген адамға өте керемет. Ал ендеше видеоның соңына жеттік. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Парақшама тіркеліп, лайк басып, қолдап отыруды ұмытпаңыз. Алда көптеген пайдалы видеолар шығаратын боламын. Сондықтан қолдап отырыңыздар. Ал баршаларыңызға ем болсын. Міне суын төкпей 30 минут дәл сол сумен қайнаттық. Өте баяу отта қайнатасыздар, қақпағын жауып, содан кейін суытып ішесіздер. Осымен дайын.